Қадірлі көрермен, мен бүгін ерекше шараға келдім. Республикалық Абай оқулары байқауының қалалық кезеңі, мұнда оқушылар ұлы ақынның өлеңін оқып, қара сөздерін жатқа айтады. Мың рет естігенше бір рет көр деген бар, олай болса кеттік. Айтпақшы, байқау Алатау ауданы Ақкент Ықшам ауданындағы нөмір 181-ші жалпы білім беретін мектепте өтіп жатыр. Абай оқуларының негізгі мақсаты қазақ халқының әдеби мұраларын дәріптеу, мектеп оқушыларының арасында әдебиетке деген қызығушылықты арттыру. Игі шараны Алматы қаласы білім басқармасының Алматы дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау және қолдау орталығы ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар бұл сайыста Абайдың өлеңдері ғана оқылып қоймай, Абайдың шәкірттерінің де өлеңдері жатқа айту, Абайдың әндерін айту, Абайдың өлеңдеріне жазылған әндерді жеткізе білу халыққа. Және де бір ғана әні емес, бірнеше әнін жатқа білу, қай жерінен тоқтатып қалғанда да соны әрі қарай жалғастыра білу, яғни балалардың Абай танудағы өздерінің көкжиегін арттыру үлкен бір мақсат, міндет болып отыр. Абай оқулары 6 номинация бойынша өтті. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы номинациясы, ұлы ақынның өлеңдерін жатқа оқу конкурсы. Абайдың қара сөздері номинациясы бойынша қатысушылар Абай қара сөздерін жатқа мәнерлеп оқудан сынға түседі. Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары номинациясы Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ақылбай Абайұлы, Мағауия Абайұлы шығармаларын жатқа оқылған адамға беріледі. Сонымен қатар көңілім ән доғады, жүректен жүрек оза жарысқанда ұлылар әлемі номинациялары бар. Тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшаданға. Байқауға қатысушылар жақсы дайындықпен келген, бірі ұлы ақынның 100 өлеңін білем десе, енді бірі менің одан көп 135 өлеңін білем дейді. Олай болса біз де оқушыларға әрі қарай сәттілік тілейміз. Айтпақшы, мектеп дегенде қозғайтын тақырып көп. Биыл оқу жылы аяқталатын шақта ерекше өзгеріс болды. Енді оқушылар жазғы мектепте білімін шыңдайды. Жазғы мектептің біздің мектепте ұйымдастырудағы негізгі міндетіміз, мақсатымыз алға қойып отырған бұл балаларды оқуда кеткен олқылықтарының орнын келтіру. Ол үшін, яғни баланың білім алудағы сапасын арттыру. Білім сапасын арттыру үшін, яғни білімге деген балалардың қызығушылықтарына ерекше мән беруіміз керек. Ал енді қызығушылықты қалай оятуға болады? Ол үшін балалардың барлығының психологиялық жас ерекшеліктеріне мән беріп, сол арқылы әр баланың өзінің деңгейіне сәйкес тапсырмаларды терең түрде үйрету. Сонымен қатар жадырап жаз келгенде оқушылардың басым көпшілігі лагерлерде демалуды қалайды. Сол үшін мектеп жанындағы лагерлер іске қосылған. Көпшіліктен дараланып, көптің көзіне түсіп, дарынмен ерекшеленген қатысушылар жылда марапатталғанымен, бұл сайыста жеңілгендер болмайды. Себебі Абай мұрасын дәріптеуді міндет тұтқан байқаудың әр қатысушысы жеңімпаз, ал біз өз кезегінде асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе дейміз.